Шілде айының соңынан бастап қауын маусымы басталады. Бұл дәмді және шырынды жемісті көптеген тағамдарда қолдануға болады. Қауынның кейбір қасиеттері мен тағамдық құндылығы гипертония мен атеросклерозбен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Сонымен қауынның сіз білмеген тағы да қандай пайдасы бар? Осы тақырыпты бүгін қозғайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар және видеоның соңына дейін міндетті түрде қарауды ұмытпаңыздар. Ал егер тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Қауын адам ағзасы үшін маңызды дәрумендерге, минералдарға және қоректік заттарға бай. Бұл жемісте әсіресе С дәрумені көп. Бұл біздің ағзамызға аурудың алдын алуға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сондай-ақ қауын құрамындағы С дәрумені теріні қалпына келтіруге қажетті негізгі құрылымдық ақуыз коллаген құрайды. 100 грамм қауынның құрамында шамамен 36 грамм аскорбин қышқылы бар. Бұл күнделікті тұтынудың 1/3 бөлігі. Кейбір сорттарда А дәрумені көп. Бұл көздің жақсы көруін және тері жасушаларының жаңаруына қажетті микроэлементтер. Қауынның құрамында табиғи түрде май мен холестерин аз. Бұл оны ағзаға тез және қуат көзі ретінде сіңіруіне әсер етеді. Қауын кальций, темір, фолий қышқылы, В6 витамині, калий, магний секілді микроэлементтерге бай жеміс түрі. Фолий қышқылы В9 дәрумені ретінде де белгілі. Бұл қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің даму қаупін азайтады және адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Қауынның құрамында су мөлшері жоғары, шамамен 90%. Оны күні бойы тұтыну ағзаның сусыздануынан сақтайды. Бұл жүрек денсаулығы үшін де маңызды. Денеде сұйықтық жеткіліксіз болған кезде жүрек қанды айдау үшін көп жұмыс істеуі керек. Келесі бөлімде қауынның арықтауға қандай әсері бар және қауынның қандай зияны бар, осы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ем болсын.